Сәлем, сенімен бірге мен халықтың фарисасы, проактив психолог, ақша және қарым-қатынас эксперті. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз неге менің қызмет ақым қымбат? Бұл сұрақ маған жиі келеді, сондықтан да бұл туралы ашып айтып түсіндіріп, өзімнің құндылықтарымды жеткізуді дұрыс санадым. Және ең бірінші сұрайтын каналға жазылып алыңыздар. Себебі бұл каналда сіздің проблемаңыз шешетін видеолар көптеген үміттемін. Алда да жеке бір сұрақтарыңыз болса, немесе бір қандай да проблемалар болса, видеоның астында пікірге жазып қалдырып кетсеңіздер, сол тақырыптарға арнап мен арнайы видеоларды түсіретін боламын. Бұл канал тікелей сіз үшін жұмыс жасайды. Ендеше кеттік. Ең бірінші, әр адамның жұмыс жасау өзіндік методикасы бар, өзінің жолы бар. Дәл сол сияқты менің де өзіндік жолым сонау 2017 жылы басталған еді. 2017 жылдан бастап мен жеке консультацияда, жеке терапияда өте көп жұмыс жасап келемін. Сондықтан да маған жеке жұмыс әлде қайда қызығырақ, нәтижесі көбірек, әрі бір сапалы қызмет деп айтар едім. Әйтпесе қазір не көп бізде? Курс көп, марафон көп, тренингтер де бар. Мен бұның барлығы жаман демеймін. Оның өзінің аудиториясы бар, оның өзінің керек адамдары бар. Дегенмен де бұл менің форматым емес та. Мен массаға, яғни 10 мыңдаған адамға курс сатып жұмыс жасау кішкене менің нұсқама келмейді. Маған жеке жұмыс дәл қазіргі уақытта құнды, қымбат болып тұр. Сол үшін де мен осы жақтамын. Және бұл жақтағы құндылықтарымды қазір ашып айтып беремін. Бәлкім белгілі бір уақыттардан кейін мүмкін мен де ел аралап тренинг өткізермін, семинар өткізермін. Бұл формат маған қызық болған кезде. Ал дәл қазіргі уақытта маған жеке жұмыс қызығырақ. Ең бірінші, бұл жақта менің өзімнің құндылықтарым бар. Бұл жеке подход. Яғни әр адамға жеке арнайы программа құру, әр адамның сұранысына, жаңағыдай проблемасына арнап бағдарлама құрып, сонымен жұмыс жасау, бұл менің басты құндылығымның бірі. Себебі бұл жерде адам өзіне керек емес ақпаратты естімейді. Мысалы, курста болатын болса, ол барлық жалпыға бірдей құрылған программа бойынша барлығын өтіп шығады, бірақ оның ішінде ол керек емес тақырыптар бар шығар. Дәл қазір оған актуальны емес шығар. Сол нәрсенің барлығын ол көріп шығуға мәжбүр болады, себебі бағдарламада бар. Бұл тағы да артық уақыт жұмсау, бұл энергия жұмсау болып саналады. Ал мен үшін энергия мен уақыт менің басты құндылықтарымның бірі. Себебі энергия бұл қазіргі заманның ең қымбат ресурсы, валютасы деп айтар едім. Уақыт та сондай да өте шектеулі, және уақыт өте тез өтіп жатқандықтан, оны өзіңе керек емес затқа жұмсап қою, яғни уақытыңды құр босқа жіберу, бұл тағы да маған ущерб себя дейді ғой, яғни өзіме зиян келтіретін амал болып көрінеді. Сондықтан да мен жеке подходты, өзім де сондай нәрсені таңдаймын, және өзімнің клиенттеріме де осы нәрсені ұсынамын. Екінші негізгі құндылық бұл нақты нәтиже. Мысалы, курсқа барған кезде оның өзінің нәтижесі бар ғой, болады, бірақ көп жағдайда адамдар артқа қайтып кетеді. Яғни курстың барысында күшті болып, деп нәтиже алуы мүмкін, бірақ біткеннен кейін бұрынғы орнына қайтып келеді. Ал мендегі жеке жұмыстың құндылығы да осы жерде, адам бір рет өзгергеннен кейін ол бұрынғы өміріне қайта алмайды. Бұрынғы есік жабылады, жаңа нәрсеге уже қадам басталып қойылады. Жаңа нәрсені керісінше қалыптастырып шығады. Үшінші, бұл адамның қолында нақты стратегия болу. Яғни, тіпті жеке жұмыс біткеннен кейін де ол өзін өзі түсіне алады. Өзін танудағы жолдарды біледі, өзіне қандай сұрақ қою керек, қай кезде қимылдайды, қай кезде шабыттанады, қай кезде оның мысалы ашу келсе, сон ашуды қалай басады деген сияқты бүкіл нәрселерін танып түсініп алады да, оның қолында инструкция болады. Өзін басқару жөнінде инструкциясы бар да. Ол сырттан біреуді іздеп тұрмайды. Бұл былайша айтқан кезде өзіңе өзің психолог болуда. Осы нәрсені нақты адам алып кетеді. Төртінші, бұл нақты нәтиже.
Бұл жерде мынандай тема бар ғой. Курсқа барсаң, сен нәтиже алам ба, алмайм ба, бола ма, болмай ма дейтін сұрақтар туындайды да. Ал жекеде сен қаласаң да, қаламасаң да өзіңнің мәселеңмен бетпе-бет келесің. Қашып кете алмайсың, біреудің артына тығылып қалмайсың, бір нәрсені айтпай қою тағы мүмкін емес, бәрібір ол тема шығады. Яғни сен бүкіл қорқынышыңмен де, ішкі ойларыңмен де, травмаңмен де бетпе-бет кездесесің, сол жерде шешесің, тастайтын болсаң тастайсың, алып кетсең дальше алып кетесің, және қалай алып кетесің, оны да түсінесің. Яғни шешілмеген мәселелер бұл жақта болмайды. Сол үшін сенде нақты көзге көрінетін, өзің сезінетін нәтиже болады. Бесінші құндылық бұл мендегі дәл қазіргі сәтте өмір сүру. Біз көбіміз қалықтап кетеміз, өткенге кетіп қалады, біреу болашаққа кетіп қалады, бүйтіп жүреді да, качеля болып. Бірақ дәл қазіргі сәттің ләззатын, дәмін сезінбей қояды. Және қазір сезініп жатқан сезімдерін түсінбейді. Маска киіп алады, бір образ бар, сол образды сомдап жүреді, бірақ өзінің шынайы бет бейнесін көрсете алмайды. Және ең негізгі құндылық осы жерде де адам өзімен өзі болуды, өзін шынайы көрсетуді үйренеді, және процестен ләззат алуды үйренеді. Бұл 6-шы құндылық. Яғни процестен біз көп жағдайда қашамыз. Адамдар ойлайды, өзімен жұмыс жасау бұл қиын, бұл ауыр, бұл больно болады, через боль өтеміз деген сынды жаңа убеждениялары бар да. Мен осы ойды бұзамын, яғни өзімен жұмыс жасау кайф, процесс рахат береді. Әр процесс сайын сен өзің керемет сезінесің, және осы дүниемен сезіндірем, осы үшінде бұл құнды. Әйтпесе біз көбіміз нәтижені күтіп қаламыз, курсқа барсақ та нәтиже қандай болады екен, точно нәтиже алам ба деген сұрақта көп болады. Ал жеке жұмыста сенің басты көңілің нәтижеге емес, мына процесте, қазіргі құрып жатқан әлеміңде, қазіргі өмірің қызық болып кететіндей атмосфера жасайтын боламын. 6-шы құндылық, қателеспесем, жеңіл өмір сүруді үйренеміз. Аллаға тапсырып тастау, яғни нәтиженің өзін Аллаға тапсырып тастайсың да, сен ойланбайсың, андай бола ма, мындай бола ма дейтін сенде сұрақ туындамайды. Сен нәтижеге араласпайсың да, сен қазіргі саған беріліп жатқан мүмкіндікті пайдаланасың, бүкіл потенциалыңды ашасың, сәйкесінше оның нәтижесі де керемет болады. Бұл ең негізгі басты менің құндылықтарым. Енді бұдан қала берді, қазір айтқым кеп тұрған нәрсе, бұл мақсатты менің өзімнің аудиториям бар. Бұл барлығына бірдей керек емес болуы мүмкін. Менің құндылықтарым сіздікімен сәйкес болмауы мүмкін. Болмаған керек емес. Маған топпен, сондай көп адаммен оқыған қызық деуіңіз мүмкін. Бұл да таңдау. Және менің де өзімнің аудиториям бар. Бұл жерде бірінші топ бар, менде бала кезінде зорлық көргендер. Бұл қыздар қауымы 5 жасында, 10 жасында, 15 жасында өзінің туысқанынан, өгей әкесінен, бауырынан, көршісінен, таксистан, ағайдан деген сияқты зорлық әрекетін көреді. Және онымен жұмыс жасау керек қой. Және осы жерде, бұл жерде жеке жұмыс керек. Ол барып топқа отырып, мені зорлады деп айта алмайды. Айтатын болса, ол сол ана бала кезінде айтар еді ғой. Ол оны айта алмайды. Ол 20-да болуы мүмкін, 30-да болуы мүмкін. Және осы мәселесімен жеке жұмыс жасағысы келгендіктен жекеге келеді. Бұл мендегі бірінші топ. Екінші топ бар, бұл тұрмыстық зомбылық көріп жүрген әйелдер. Ол күйеуінен болуы мүмкін, ол ата-енесінен, қайын жұртынан болуы мүмкін. Түрлі жаңағыдай мәселелер бар, және сондай отбасылық мәселелерді тағы да ол топта ашып айта алмау ықтимал, оны жекеде талдай алады. Күйеуі ішкіш болуы мүмкін, лудоман, яғни ставка тігетін, игроман, сондай бір казино ойнайтын, сондай да адам болуы мүмкін, немесе наркоман болуы мүмкін, измена жасау ықтимал. Осындай жеке бір андай мәселелерін талдау үшін жеке жұмысқа келеді. Үшінші топ бар, бұлар әрине топтық дүниелерге бару қиын. Неге? Себебі қоғам оларды осуждать етеді. Бұл қыз-келіншектердің көпшілігі өз қалауларымен емес, бірақ өмірдің сондай бір жолымен, ағысымен әртүрлі жолға түсіп кетеді. Бірі любовница болуы мүмкін, боди-массажистка болуы мүмкін, вебкам болуы ықтимал, тіпті
проституциямен айналысатын қыздар да келеді. Бұлар да отырып алып топта, чатта отырып жаза алмайды ғой, мен там білмеймін біреудің любовницасымын деп айтатын болса, ана жерде тұрған басқа әйелдер оның шашын жұлып тастайды, тілмен жеп қояды. Сол сияқты бұл топқа да жеке жұмыс керек. Бұл менің кәдімгі өзімнің жұмыс жасайтын клиенттерім. Бұл үш топ мен 2017-тен бастап келе жатырмын ба, демек сол периодтан бері пайда болған, сұраныс болған аудитория. Және бұларға топқа қарағанда жеке жұмыс көбірек өтімдірек екен, нәтижесі де керемет болатын көргендіктен мен акцентті осыған көбірек қойдым. Енді тағы да бір топ бар. Бұл топ бертін келе пайда болған топ. Кәсіпкерлер, инфобизнесмендер, продюсерлер, стратегтер, тағы не бар? Түрлі адаммен жұмыс жасайтын психологтар, нумеролог, астролог, чакролог, таролог, кете береді, адаммен жұмыс жасайтын, жалпы кәсіппен айналысатын адамдар. Бұл жақтағы мәселе бізде ақша проблемасы, выгорание болуы мүмкін, қарыз, кредит, банкрот, команданы басқара алмау, состояние жетпей қалу, энергияның аздығы, шаршап қалу, үлгермей қалу, тағысын тағы түрлі мәселелер бар. Бұнымен тағы да жеке жұмыс жасау керек. Себебі нарықтағы топ мамандардың көпшілігі барып топтық сабаққа қатыса бермейді. Олар өздері үшін жеке жұмысты, жеке подходты таңдайды. Бұл мендегі қазіргі 4-ші топ. Дәл осы сынды әр адамның өзінің таңдауы бар, жұмыс жасау методикасы бар. Мен үшін жеке жұмыс жасау бұл сапа, бұл жеке, бұл терең жұмыс, өзіңмен шынайы кездесу. Топтық бар, бұл курс форматы, тренинг форматы, марафон форматы болуы мүмкін. Бұл жақта біріншіден адам көп, екіншіден бұл арзан бола алады, үшіншіден бұл мен үшін тек бетін ғана сылап сипап өтетін, сипап уқалау бір процедурасы сияқты да. Бірақ оның артында мынандай түпкі өзгеріс, өмірін өзгерту деген нәрсе көп жағдайда бола бермейді. Менің таңдауымда осы жақта жеке жұмысты мен әлдеқайда көбірек құптаймын. Біреуіңізге келеді, біреуіңізге келмейді. Бұл нормальный, бұл қалыпты жағдай. Әркімнің өзінің таңдауы бар. Әрі мына нәрсені айтқым келіп жатады, қымбат деген, арзан деген түсінік негізі өмірде жоқ. Жақсы, жаман деген түсінік жоқ. Барлық нәрсе өзімнің, менің санама және де қалтама қарай өлшеп қоятын өлшемім ғана да. Мен 100 000 теңге тапсам, мен 100 000 теңгенің қызметін ала алмаймын. 100 000 теңгеге барып мен шашымды қидыртып бояту маған қиын болады да. Неге? Себебі ол мен түгел айлығымды құрайды. Ал егер мен 1 миллион тапсам, 3 миллион теңге тапсам, маған 100 000 теңгеге барып оны жасату қиын емес. Сол сияқты 100 000 теңге табатын адамға 5 000 теңгеге барып шашына күтім жасау жақсы, қалыпты, нормально, ол оның ойбай қымбат деп айтпайды. Яғни әркім өзінің қалтасының мөлшеріне қарай қымбат, арзан деген нәрсені айтады. Қазір саған қымбат болып тұрса, мына нәрсені айтқым келеді да. Қымбат, ойбай мен бұны ала алмаймын деп андай өзіңізді шектеп тастамаңыз. Иншалла аламын. Бұйыртса аламын. Бұл деңгейге де жетемін. Және менің де айтатын нәрсем сол да. Ойбай, маған қайда деп, жаңағы брендтан, қымбат үйден, қымбат көліктен, өзіңізге қызмет көрсететін түрлі, жаңағы салон болсын, такси болсын, оның барлығын қымбат деп бүйтіп сырып тастамаңыз. Керісінше, мен де осы күнге жетейін деген сияқты амал жасап, ниет қойсаңыз, ол нәрсеге де жеткізеді. Адамның ниетіне қарай ғой көп нәрсе. Өзінің ұмтылысына қарай жолдарда ашыла береді. Біреу бұны мүмкіндік көрсе, біреу үшін бұл проблема болуы мүмкін, біреу мотивация көруі мүмкін. Бұл қабылдауға байланысты. Және сол сияқты жақсы, жаман деген не жоқ, курста жоқ та негізі. Қазір курс көп. Таңдап, байқап барып қараңыз да, бұл эксперт, шынымен де сол нәрсе эксперт ба, жоқ әлде бұл блогер ма? Бір реттік қана жасап жатыр ма, жоқ әлде бұл нәрсемен жаңағыдай стабильный, кемі бір 3 жыл жасаған ба, тәжірибесі бар ма,
өзі оқыған ба, білген ба деген сияқты қаралап, саралап барып қана шешім қабылдаңыз. Курстың әйтпесе жаман жақсы жоқ, просто адам өзі дұрыс таңдау жасай алмауы мүмкін. Жауапкершілік менде, таңдау құқығы менде. Бұнымен түсінікті болды деп ойлаймын. Менің негізгі құндылықтарым, адаммен жұмыс жасау принциптері айтылды. Сонымен қатар жалпы баға бұл андай нәрседен туындамайды да. Мен де бүйтіп аспаннан салбырап, болды мен там 500 мыңға, миллионға сатам деп пайда болған жоқпын. Мен де 1000 теңгеден 1500, 5000, 10 000 деп сондай бағалардың этапны өтіп бұл деңгейге жеттім. Бұған осы уақыт аралығында білім кетті, тәжірибе жинақталды, біліктілік артты, оқулар оқылды, қанша кітаптар оқылды, ұйқысыз түндер өтті деген сияқты да. Оның артында соншалықты жұмыс тұрды. Белгілі бір баға қоярдың алдында, қазір көп болып кетті ғой, қымбат чекке сату, өзімді қымбатқа сатам деп, күні кеше оқып алып, келесі күні менің қызметім мынандай деп отыратындар бар. Әрине бұны сөкпеймін. Бұл да болу керек шығар, бұл да бәлкім тәжірибе шығар. Дегенмен бәрібір білім мен біліктілік, тәжірибе ол көзге айқын көрініп тұрады. Тек қана розовый очкиді шешіп тастап, анық айқын қарап көрсеңіз жеткілікті. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, туындап жатса, пікірге жазсаңыздар болады. Және де жекеге келгім келеді, бұл нәрсе маған отвлекается, мен сізбен жұмыс жасағым келеді, сөйлеу манераңыз маған өте, немесе менде де мынандай мәселелер бар, менде де мынандай бір ситуация басына өткен, бөліскім келеді десеңіз де, жай ғана бөлісуге де болады. Төменде Инстаграмның да, WhatsApp'тың да сілтемелер тұрады, және Телеграм каналдың да сілтемесін қоям, сол жаққа қосылып алыңыздар. Тапсырма беріледі, ол жақта медитацияларда болып тұрады. Пайдалы болса, мен әрине қуаныштымын. Сіздермен бірге болған мен Халықтың Фаризасы. Келесі кездескенше.